Қайырлы күн. Бүгін кезекті сабағымыз біздің ИП жабу сабағының 4-ші кезеңі, 4-ші сабағы. Олай болса біз жаңағы өзіміздің ИП-мізді жабуға жібергені туралы біздің өтінішімізді тексеретін боламыз. Яғни біз салық өтініш бөліміне өтіп, төмен жақтағы іздеу батырмасын басатын боламыз. Сол іздеу батырмасын басқан кезде қай күні біз есепті жібердік, қай уақытта қабылданды, сол көрсетілген болатын. Яғни бізде первоначальный екінші полукодыға 0-мен жібердік, одан кейін салық өтінішін жібердік. Енді Алла қаласа, яғни 15 жұмыс күн ішінде біздің ИП-міз толық жабылатын болады. Одан кейін мен сіздерге көрсететін болам. ИП қай деңгейден тексеру керек, жабылу туралы ақпаратты. Аман сау болыңыздар.